Сәлем достар, сендермен Уәли кәсіпкер, әдеттегідей жұма сайын шығамыз. Келесі видео Торонто қаласындағы өткен жолғыдай айтқандай аутлетті көрсетем. Қаланың сыртында орналасқан шегерімдер жасайтын брендтік дүкендер. Кеттік. Ең бірінші айырмашылығы бірден байқалатыны қаладағы және біздегі үйреншікті сауда орталықтарына айырмашылығы соларға қарағанда бұлар далада орналасқан деп айтса болады. Далада болғанда осындай бөлек-бөлек кішкентай ғимараттар адамдар сыртында және дүкенге кіру үшін осындайлар болады. Жалпы Солтүстік Америкада, ақш-та, Канададағы аутлеттер осылай ашық болады. Бұл меніңше түсінгенім бойынша осындағы шығындарды азайтудың түрі ғой. Үлкен сауда орталықтары болса, онда оны күтіп ұстау қиындау болады. Ішіндегі жылытуға кететін, жалпы тіпті осыны салудың өзі ғана бірталай ақша болады. Сондықтан мынаны осындай қаланың сыртында орналасқан дүкендерде арзандау болады. Мынаны тек қана бөлек салу, осындай ғимарат салу арзандау. Сондықтан аутлеттерінде арендасы, ішіндегі бағалары да төмендеу болады. Төмендеу болғанда қазір көресіңдер, қатты арзан деп айтуға болмайды, бірақ брендтер үшін арзандау болады. Және қаламен салыстырғанда әрине арзан. Мысалы, мынандай Armani, Gucci деген дүкендер 30%, 20% шегерім жасайды. Ал Nike деген арзандау брендтер, Nike, Puma деген сияқты, енді бізге кішкене арзандау болып көрінетін брендтер көбірек шегерім жасайды. Мынаның өзінде қазір карантин деп адам саны кіруге рұқсат етілген адам саны шектеулі, сондықтан кішкентай кезек болып жатыр. Ал мынау болса бағанағы айтқан Nike дүкеніне бара жатқан кезек. Қарап тұрсаңдар, мына жерден басталады. Осының барлығы дүкенге кіріп сатып алу үшін тұрған кезек. Мінеки, Nike дүкеніне тұрған кезек ішіне 80 адам ғана сыяды, бірақ кезек ұзын болып тұр. Сондықтан бірақ бұндай кезектерді түсінуге болады, өйткені біріншіден жаңа жылдың қарсаңында, екіншіден жақсы осындай шегерімдер болып жатыр. 30%, 50%-ға дейін жақсы шегерім табуға болады. Міне мысалы 50%, 30%. Мінеки уақыт түске жақындап қалды, адам саны көбейіп жатыр. Түстен аса мына жер тіпті көбейіп кетеді, сондықтан қазір ертерек келіп жазып атқанымыз. Әр дүкенде адам толып тұр. Барлығы сатып алып шығып жатыр. Атақты брендтердің көбісі осында. бір-екеуі жоқ, сондықтан басқа жерге қазір басқа аутлетке барамыз.
сол жерден де біраз түсіріп жібереміз. Міне мысалы бір дүкендердің іші, осындағы спорт тауарларының дүкені. Екі зат $40 шамасы, $40 біздіңше 14 000 теңге ғой. Күрткілер 20 000 шамасы. Таңдау өте көп. Өткен науқандардікі, осы науқандардың заттары да бар. Әсіресе қысқы заттарға таңдау көп. Өйткені бұл Канада, біздікіндей де суық қыстар болады. Астанадағыдай суық қыстар, Алматыдағыдай ауа райлары бар. Өте әртүрлі енді. Сондықтан қысқы заттарды жақсы білет болар. Мен мысалы көп дүкендердің ішінде адам көп болғандықтан ішіне кіріп түсіру ыңғайсыздау болып жатыр. Бірақ жалпы түсінген шығарсыздар. Мен мысалы мынада адам көп емес екен, жабық. Кіреберіс ар жақтан екен. Шегерімдер көп дүкендерде және брендтер, танымал брендтерде кезек көп болады. Бірақ басқаларында жақсы таңдау жақсы және арзандау заттар табуға болады. Жаңа айтқандай адам саны көбейіп келе жатыр. Кезектерде ұзарып бара жатыр. Сондықтан біз келесі дүкенге барамыз. Мына жерде кейбір дүкендер ыңғайсызданып жатыр, ішіне түсіруге, видео түсіруге рұқсат беруге қорқады. Бұлар барлығы енді үлкен брендтердің бөлігі болғандықтан барлығы ойбай headquarters бастықтарына звондайық, солардан рұқсат сұрап берейік деп сұрап жатыр да, түсірмей қойсаңыз бола ма екен деп. Рұқсат беру үшін біз орталыққа хабарласу керекпіз дегендей. Сондықтан ішінде түсірмей жатырмын. Сыртынан осылай көрсетіп шығамыз. Мынау біздің жалпы осында келген мақсатымыз. Жиһаз дүкені. Осындағы жалпы ақш-та және Канададағы атақты жиһаз дүкендерінің бірі. Өте сапалы жиһаз жасайды. Restoration Hardware. Осында соның дисконт дүкені. Outlet. Дивандардың таңдауы өте жақсы және бұл осылардың сапасы өте жоғары. Таза бұлғарыдан жасалған және көбінесе осындай үстелдері, орындықтары ағаштан жасалған. Нағыз ағаштан. Көріп тұрсандай бұлғары бәрі натуральный. Бірақ әрине енді бағалары да жоғары. Мысалы бір кішкентай тумбочканың өзі $1500, $300-400 мың шамасында. Мына жерде скидкалары бар. Маған ең көп ұнайтын нәрсе ол жерде үстелдер. Осы ас үйінің жиһаздары, орындықтар мен үстелдер. Мына біреу сатылып қойыпты. Мыналар әлі сатылуда.
Бағасы удай, әрине, бірақ сапасы да керемет. Меніңше бұндай үстелдерді бізде Қазақстандағы ұсталар жалпы жасай алады. Меніңше 2,5 мың, 700 мың. Жалпы енді Канаданың табыстарына сай, жалақыларына сай, шамамен Қазақстанда 1 миллион деп сатылып жатқан жиһазда көп қой. Бірақ сапасы мынаған келе бермейді. Бағасына сапасы сай болатын дүкендер аз. Мына жерде жақсы шегермен, 80%-ға дейін шегермен жақсы жиһаз сатып алуға болады. Осымен осы жердегі шоуымызды аяқтаймыз. Келесі дүкенге барамыз. Ал біз бірінші мына жерде біраз нәрсе сатып аламыз, сосын келеміз. Сосын ар жақта келесі дүкенге барамыз. Сол жақтан түсіремін. Келесі дүкенге келдік. Мына ең бірінші дүкені аяқ киім бойынша. Көріп тұрғандай таңдау ұрып тұр. Көбісі скидкамен, кәдімгі дүкеннен 20-30% скидкасы бар. Қалағандарыңды алуға болады. Бірақ бағана айтқандағыдай, жаңа жыл қарсаңында дүкендерде адам толып тұр. Сауда орталығына кірудің өзі кезек. Legoland. Онтан Алматыдағыдай, ойбай, барахолкада, базарларда жаңа жыл қарсаңында осындай ғой. Ал бүгін жексенбі, осы Крисмастың алдындағы соңғы демалыс, сондықтан адам толып тұр. Тіпті дүкендерге кірудің өздері кезек. Дүкеннің сауда орталықтың сыртында кезек. Сосын осылай дүкеннің ішінде, сауда орталығының ішінде дүкенге кіру үшін кезек. Бірақ шыны керек, тез өтіп жатыр, адамдар кіреді, керегін алып шығып жатыр. Сондықтан кезек тез жүруде. Сонымен болашақта жаңа жылға таман алмауға, бұндай дүкендерге келмеуге тырысыңыздар. Өйткені адам толып тұр, түсіруге мүмкіншілік жоқ. Десе де дүкендер лық толы. Бірақ жақсы шегерімдер бар. Жаңа жылдан кейін тіпті бұдан да жақсы болады дейді. Көрерміз, болашақта мүмкін келесі айда тағы келеміз. Сондықтан көріскенше сау болыңдар.